ағай, кез келген уақытта келіңізші, мен сізге 5 бармақ жасап берем. Мен 5 бармақ. Енді мына қазы-қарта, қымыз, шұбат, анау-мынаудың бәрін сізге алып келдім ғой. Мен сізге айттым ғой. Керек емес маған. Ту, ағай, онда өтініш сізде мына қисық мұрынды жүнделеп беріші, түзелеп. Атуман ешкім қарамайды. Мен сізді түсінем. Бірақ біз тамаққа операция жасамаймыз. Біздің операция қымбат. Деген түсініші, менде ақша аз болып тұр. Мына мұрнымды түзелемесеңіз, маған да жана айбегім де қарамай қояды. Күйеуіңіз, түріңіз қандай болса да қарау керек қой, күйеуіңіз ғой. Сіздің есіңіз дұрыс па? Мен тұрмысқа шықпағанмын. Көршім ол айбек дейтін мен. Даже сол маған қарамайды, какой-то көршім маған қарамайды. Ағай, сіз мен түсінесіз ба, маған қиын ше. Хотя бы соны қаратып алуым керек, түсініңізші. Одан соң ағай, сізге бір сұрақ қоям. Тек шынымен жауап беріңізші, өтініш. Жарайды. Мен сүйкімдімін ба? Жарайды, әкеліңіз тамағыңызды. Мен сізге көмектесем, қанша ақшаңыз бар? 10 мың. 10 мың теңге? Бетесіз, төмен қарай түсесіз. Шыға берісте, оң жағыңызда күзетші дейтін жазу болады. Күзетші отырған ғой бұрын, қазір біздің хирург отырады. Соған кіресіз, Қасым дейтін жігіт бар. Мен қазір звондаймын, сіздің мұрныңызды түсеп береді. Болды ма? Ол қалай сонда? Қасым дейтін жігіт мен мұрнымды түзелеп береді. Біздің опытный хирург. Практика өтсе, сондықтан ол арзан. Ағай, не дейін, күшті жан едіңіз, рахмет көп-көп. Шынымен жасап береді ғой, 10 мың теңге. Әрине, барыңыз. Рахмет көп-көп, ағай. Алло, Қасым. Мына жақта қазір бір қыз келеді. Сол мұрын түсеп берші. 10 мың теңге. 5 мыңы маған. Өткендегідей жоқ қылып жіберме мұрнын. Просто түсеп бересің и все. Давай. Келесі. Қайырлы күн. Саламатсыз бола ма? Болады, кіріңіз. Не ғой, доктор? Мен сіздің қызметтеріңізді пайдалансам ба деп отыр едім. Сізде бәрі керемет қой. Не керек сізге? Сол ғой енді. Түрім өте әдемі да. Артық айтпай қойын, кәне шілей әдемі боламын да мен кейде. Сондықтан мен түрімді сәл кішігірім болсын, андай ұсқынсыз ба, әлде бір сүйкімсіз қылып бересіз. Оны не қыласыз? Білесіз, мен түрім мен жұмысыма сай келмейді кәндей. Үйлеспейді менің түрім жұмысына. Сондықтан мен түрімді кәндей ұсқынсыз, сүйкімсіз қылып беріңіз. Не жұмыс істейсіз соншама? Мен аула сыпырушымын. Сөйтіп аула сыпырып келе атам. Сөйтіп қыздар менімен танысқысы келеді. Сөйтіп анау-мынау деп бір-бірімді айтты, танысып жатқанда қоқыстарды лақтырады, енді танысу үшін да. Олар қоқысты лақтырған сайын мен жұмысым көбейе береді. Мен сол қоқыстарды жинаймын деп шаршап кетемін де, жұмысым былай болып кетеді. Сондықтан мен түрімді тез арада ауыстырыңыз, сүйкімсіз қылып. Шаршап кеттім, әйтпесе болмайды. Менің сізге мынандай ұсынысым бар. Біздің төменде түсесіз, шыға берісте, оң жағыңызда күзетші дейтін жазу болады. Біздің хирург кабинетін жазу ауыстырмаған әлі. Соған кіресіз, құпия сөзді айтасыз, түріңізді ақысыз ауыстырып береді. Құпия сөз айтам. Қандай құпия сөз? Сен мал деген. Сен мал? Шынымен көмектесем ау? Күнде практиковать етеміз ғой, күнде практиковать етеміз. Бәріне көмектеседі. Онда мен төменге түсе берейін, ә? Барыңыз. Рахмет үлкен. Рахмет, сау болыңыз. Сау болыңыз. Ассалаумағалейкум. Кіріңіз. Қалыңыз қалай? Жақсы, өзіңіз қалайсыз? Сіз хирургсыз ғой, ә? Пластикалық хирург ма? Мынау мен түрімді бар ғой, түрімді кішкене өзгертейін деп едім. Не үшін өзгертейін деп едіңіз? Енді өзіме ұнамай жүр түрім. Ұнамай жүр ме, әлде біреуден қашып жүрсіз ба? Ұнамай жүр. Ұнамай жүр, иә? Біреуге ұқсатайық па, әлде өзіңіздің бір ұсыныстарыңыз бар ма? Бәлкім ұқсатайық. Мүмкін кімге болса. Қайрат Нұртасқа ұқсатсақшы. Қайрат Нұртасқа? Иә. Қайрат Нұртасқа ұқсату қымбат. $20,000. И то қаланың ішінде. Қаланың сыртында жасалатын болса $25,000. Неге қымбат? Қалай неге қымбат? Оның түрін жасап алады, тойға шығады, фонограмма өлең айтады, ақша табады. Бизнес. Сондықтан біз осындай қымбат баға қоямыз. Телефоныңыз шырылдап жатыр, кажется. Иә. Алло. Иә. Мұрын, көз, құлақ. Болды, бәрін өзгертіп береміз. Болды. Жарайды. Жақсы, сау болыңыз. Ол кім бүкіл мүшесін өзгертейін деп жатқан?
Қайрат Түнтеков қой. Жаңадан бастайын деп едім дейді да, ұмытылып бара жатырмын дейді. Сол басқа түрмен бастайын дейді. Қайрат Түнтеков деген кім еді? Жарайды, ол маңызды емес. Сонымен менің түріммен не істей аласыз, соны айтыңызшы. Так, сіздің түріңізге мынандай ұсыныс бар. Кім? Беркут пен Аиша қыламыз сіздің түріңізге. Ол қалай сонда? Кішкене Беркуттан аламыз, кішкене Аишадан аламыз. Өйткені олар тек қана бірге жүреді. Отдельно жүрмейді олар. Түсінікті, иә. Мүмкін Амантай Қажының түрін істесем ше? Амантай Қажыны біз істей алмаймыз. Амантай Қажының түрін ешкім істеп бере алмайды сізге. Неге? Ондай болып туылу керек. Иә. Сонымен өзіңіз қандай ұсыныстар айтасыз? Мүмкін не істеп көруге болады? Айтпақшы, менің сізге керемет ұсынысым бар. Қандай? Мына сіздің түріңізді аламыз. Кішкене үлкейтеміз. Мына жеріңе іс қосамыз, мына жерлеріңе сақал қосамыз, мынандай қас қосамыз. Нұрлан Абдуллин бола шығасыз. Қалай сонда? Төмен кетсіз, шыға берісте оң жағыңызда күзетші дейтін кабинет болады. Біздің врачтың кабинеті ғой. Кіресіз, $500 бересіз, 10 минуттың ішінде істеп береді. $500 ғана ма? $500. Қойыңызшы. Шын ба? Күнде істейді оны. Рахмет сізге. Мен Сау кеттім болыңыз. онда. Сау Рахмет. болыңыз. Сәлем айтыңыз. Аха. Алло, Қасым. Мен саған тағы біреуін жібердім. Нұрлан Абдуллин ғой, сол Нұрлан Абдуллин. Иә, $500, менің процентін ұмыт күтпе. Скоро сен менің орныма отыратын сияқтың ғой, Қасым.